жүрегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Кезінде белгілі композитор Ұлықпан Жолдасов құрған Заман тобы бүгінде шығармашылықтарын әлі де шыңдаумен келеді. Алайда бұл топ туралы жарқ еткен жаңалық та жарнамасын жасаған пиарда көріне бермейді. Өздерін жарнамалауды қаламайтын Ерген Айтымбетов пен Әсет Қарабалин пиарсыз-ақ өнерімізді шыңдай береміз деген ойда екен. Біздер өмірімізде пиар дегенді білмеппіз, жалпы пиармен жұмыс жасамаймыз. Білгіміз келмейді. Адамға енді сондай бақ беріп қойды бізге. Осы Алматыға ең қадам бастағаннан бері қалай осы деммен келатырмыз. Соған дейін бізге бір администратор керек деп, манағыдай бізді пиар ету керек деген ондай әңгіме де қозғалмаған. Өзімізді жақтыртпаймыз. Ал пиар деген бұл сенің әнің, дауысың, өнерің. Әнші үшін бұдан асқан жарнаманың қажеті жоқ деп түсінеді бұл серілер. Пиар деген шетелден келген нәрсе шығар енді. Мен енді білмеймін, ондай нәрсені айналысып көрмегесін. Өзіңді жаңа жарнамалау, ана ойнақта жатыр, мына жақта тамақ ішіп жатыр. Біз бүйтіп жатыр, өйтіп жатыр. Жалпы сенің жеке өміріңнің ешкімге қатысы жоқ шығар деп ойлаймын. Сенің халыққа керегің әніңмен, сенің даусың, оның ішіндегі сөзі керек. Я, расымен де, өздеріне де, өнерлеріне де пиар жасамайтын Заман тобы бұл сұхбатқа да қысыла, қымтырла келіскен еді. Мұның өзі пиар деп түсінгені анық. Ал біз көптен тасада жүрген бұл топтың жаңалықтарын білгіміз келді. Концерт қойғымыз келеді. Жалпы бүкіл Қазақстанға концерт қойғымыз келеді. Үлкен осы ең біздің өзіміздің сүйікті қаламызда Алматы. Үлкен республика сарайында концерт беруіміз келеді. Тағы да бейнебаяндар түсіргіміз келеді. Енді әнші болғанда жоспарлар көп қой енді. Соның бірте-бірте жайлап соған талпынып істеп жатырмыз. 2012 жылдан бері қазақ эстрадасының сахнасында өнер көрсетіп келе жатқан Заман тобының тұсауы Ұлықпан Жолдасовтың кешінде кесілген еді. Орда бұзар жастан әлде қашан өтіп кеткен топтың серілері Ерген мен Әсет ештеңенің де мәңгілік емес екенін жақсы түсінеді. Себебі өздерінен кейін өкше басып келе жатқан жастардың да таланттарын мойындайды. Қанша жасқа шейін ән айтамыз біз? Уақыт келеді ғой, өйткені артынан жастар өсіп жатыр. Сенен де мықты әншілер шығып жатыр. Біздің енді бұл арманымыз осы қазақ елінде жақсы атпен Заман деген топтың артынан жақсы сөзбен қалсақ деген ой. Әрі қарай 40-тан асқаннан кейін Алла жеткізсе, бізде бәлкім сондай бір жаңа бизнес саласы дей ме, сондаймен айналысқымыз келеді. Я, әншінің де естісі, естияры бар. Жастарға жол беріп, жаңа кәсіппен айналысу тамаша идея екені сөзсіз. Дегенмен қоңыр дауыстарыңызды, әуезді әндеріңізді сағынатын тыңдармандарыңызға арасында болсын ән арнап тұрғайсыздар. Ал әзірге Заман тобының шығармашылығына шалқар шабыт тілейміз. Китайым, Китай, ой-ой-ой, Китайым, Китай. Әнші композитор Марат Омаров бүгінде кіші қызы Бибі Мариямды да өнерге баулып жүргені белгілі. Кішкентайының елімізде ғана емес, шетелдерде де өнер көрсетуіне ықпал жасап тәрбиелеп келеді. Бибі Мариямның әкесі буыны енді бітіп келе жатқан жас баланың тәрбиесіне де аса мән беретінін айтады. Қызым менің Бибі Мариям 12 жастан асып бара жатыр. 7 жасында бүкіл Америкаға барып қазақтың туын желбіретіп, қазақтың атын шығарса, бүгінгі күні арнайы бейнебаян түсірудеміз. Міне Құда қаласа жақында шығады, жақын арада Рүстем бауырымыздың түсіруімен шығып жатқан бейнебаян. Мен қызыма айттым, сен айналайын бүгін Америкада боласың ба, Европада боласың ба, Қытайда, Ресейде, барлық бірақ есіңде болсын. Сен бой тұмарыңды ұмытпа, сен кім екенің? Мен қазақтың қызымын деп, сол әнді жырлауың керек. Қазақ екеніңді сен көрсетуің керек деп арнайы жазып бердім. Осы бейнебаянды Құда қаласа тұсауы кесіледі жақын арада. Я, Қазақстан шоу-бизнесіндегі аға буынның алаңдайтын мәселелері де аз емес. Мәселен, Марат Омаров өнерлі қызының ғана емес, қазақстандық шоу-бизнестегі барлық жастардың жасап жатқан еңбектері еліміздің мақтанышына айналса дейді. Қазақстан шоу-бизнесі деп атады. Басқа Қазақстан Россияге, болмаса шетелге қарағанда қалай дамып жатыр деп көптеген сұрақтар беріліп жатады.
мен сондықтан да олардың жастардың қазір тек қана Қазақстан емес, шет мемлекетте Қазақстанның әдебиеті мен мәдениетін таныту мін нағыз шеберлік деп ойлаймын. Жастарға тілейтін тек қана сол, бір жерде тоқтап қалмай, біздің Қазақстанымыздың ұлттық құндылығын дәлелдеп, ұлттық құндылығымызды, ұлттық мүддемізді шетелде дамытып, оны Қазақстан екенімізді танытып жатса, үлкен өнердің шыңы осы деп ойлаймын. Шоу-бизнестің шырқау шыңы демекші. Бүгінде қазақ эстрадасында жазылып жүрген әндердің басым бөлігі көшірме екені жасырын емес. Екінің бірі шетелдік әнді қазақшалай салуға құмар. Біз мұндай әрекетпен өсеміз бе, өшеміз бе? Бұл сұрақтың да жауабын аға буын өкілі Марат Омаров қынжыла айтты. Қазіргі жастардың шетелден ән ұрлауы бұл үлкен катастрофа. Бұл неліктен? Бұл бұрынғыдай біздің көркемдік кеңестің жоқтылығынан. Қазіргі қадағаламауымнан ба, болмаса бір нәрсе жетіспеуінен ба, мына жастарға. Енді бәріне айтуға болмайды, әрине жастар бар. Өте мазмұнды, мәнді әндер шығарып, жүрекпен шығарып жатқан әндер өте жақсы, көп. Бірақ олардың болашағы маған өте қынжылтады. Қалай, болашақта қалай болады? 10 жылдан кейін. Біз егер мына әнді қарап отырып, бұл қазақтың әні ма, Бразилиянікі ма, Түркиянікі ма, жоқ әлде Американікі ма, ағылшындікі? Біз онымен таңдандырамаймыз. Хит болған кез келген әнді қарап көріңіз. Оның міндетті түрде одан бұрын жазылған шетелдік нұсқасы бар болып шығады. Қазақстандық шоу-бизнестің өкілдеріне, әсіресе жастарына таза, табиғатынан қазақтың құлағына жағымды, тәтті әндер жаздырса дейміз.